Армысыздар, ардақты көрермендер. Мен Ахмет Озатұлы, Евразия ұлттық университетінің қазақ әдебиеті кафедрасының магистраты. Және біздің бүгінгі сарапшымыз филология ғылымдарының кандидаты, ғалым Омар Жәлелұлы. Естеріңізде болса, біз өткен аптада 19 ғасырдағы орыс әдебиетіне арнаған болатынбыз. Біз енді бүгін осы циклды жалғастырамыз. Енді жалпы мына Нью-Йорк Таймс журналының деректеріне қарайтын болсақ, қазіргі әлемдегі ең бір танымал жазушыны Толстой деп көрсетеді. Жалпы Толстой шығармашылығы Лев Толстой деп көрсетеді. Толстой жалпы шығармашылығы өте белгілі, ауқымды, жалпы оны романдар, еңбектерімен барша әдебиетшілер таныс екенді жасырын емес. Енді осы Толстой шығармашылығындағы бір ерекше туындылардың бірі 1990 жылы жарық көрген крейсер сонатасы. Енді бір қызығы, осы туынды жарыққа шыға сала өте қатты сынға ұшырады. Тіпті цензурадан өтпей шықпай да қалды. Олай болатын да себебі бар еді. Өйткені сол кездегі патша христиандық сана, шіркеулік стереотиптерге Толстойдың өмірінің соңында қарсы шыға бастағанын да білеміз. Ендеше бүгін біз осы әңгімемізді крейсер сонатасы повесін арнамыз келіп отыр Омарға. Енді сізге әуелі мынандай сұрақ. Жалпы крейсер сонатасы туындысы қысқаша бір анықтама беріп кетсеңіз. Крейсер сонатасы бұл шығарма немен ерекшеленеді деген кезде, бұл шығарма мынау сол кездегі бетіне маска киген қоғамның маскасын сыпырып алады. Толстой өзін де аямайды, өзгені де аямайды. Қазақта сөз бар ғой, өзін аямаған кісінің бетін шиедей қылады дейді. Сол қоғамдағы мына тоғышар қоғамның адамның Құдайдың берген қабілеттерін ләззат жолына қойған, ләззат алудың конвейеріне қойған қоғамда әшкерелейді. Сондықтан бұл шығарманың соншама резонанс тудыруының бас себебі осы. Толстой осы шығармасында жалпы тіршіліктің мәні мен мақсаты, жаңағыдай адамдардың екіжүзділікке салынуы, осы мәселелерді көтереді. Және Толстой осы шығармасында өте шеберлікпен нәпсі алдаушы дұшпан дейді ғой, сол нәпсі алдаушы дұшпанды бізді кәдімгідей соқырға таяқ ұстатқандай көзімізге көрсетіп береді. Біздің алдыңғы хабарларымызда түсірген кезде ғашықтық пен құмарлық ол екі жол деп Абайға айтқан сияқты, осы ғашықпын деп ойлап, бірақ құмарлықпен үйленген жігіттің трагедиясы туралы айтылады. Негізі қысқа сюжет осындай. Және басқа да осы қоғамның мынау дүниеге ұрпаққа келу мәселелері көтеріледі. Махаббаттың, яғни төсек махаббатының, тән ләззатының мақсатқа айналып кеткендігі, жалпы махаббаттың не үшін жаратылғандығы, адамдардың тән рахатына тойымсыздығы туралы мәселелер көтеріледі. Жақсы, енді шығармаға қарап отыратын болсақ, ана жігіт қызбен кездесуге бардым дейді, болашақ өзі өлтірген әйелмен. Сонда оны қайықта көрдім, ғашық болған сияқты болдым. Бірақ уақыт өте келе түсіндім, бұл ғашықтық емес екен, тек қана құмарлық екен дейді. Мен өйтсем оның сол кезде киіміне, иіс-суына, жалаңаш денесіне ғашық болдым дейді. Осы мәселелер қазір кездегі нәпсілік көзқарас туралы айтқан сияқты осы шығармада. Жалпы бұл жігіт әйелін өлтіріп алғаннан кейінгі отырып келген, сол үшін поезда кездесіп әңгімелеседі ғой. Сонда осы кейіпкердің аузына сөз салу арқылы Толстой нәпсінің айлакерлігі туралы, нәпсі алдаушы дұшпаның дейді ғой, сол нәпсінің адамды қалай алдағанын туралы шебер суреттеп береді. Бұндай шығарма некен саяқ әлем әдебиетінде. Сонда негізгі бірінші нәпсінің ең алғашқы, оның менің трагедияме кінәлі дейді, ол қыздың шешесі дейді. Неге? Өйткені әрбір дейді шеше өзінің қызын дейді
товар ретінде қарап дейді, оны өткізуге мүдделі дейді. Сондан бірінші кінәлі сол адам дейді. Өйткені ол біз қыз ол жек көре ме, жақсы көре ме деген мәселе көтерілген жоқ дейді. Ол выгодная партия дейді, яғни пайдалы адам. Яғни Абай деді ғой, жасаулы деп, малды деп, байдан алма деп. Сол жасаулы малды немесе сондай жасауын бере алатын, қалың малын төлей алатын жігіт ретінде мені көздеді дейді. Негізі сол мақсатта өте шебер жұмыс істеді дейді. Бірінші кінә сол мынау неде шешесі дейді, шешесі. Қазіргі кезде мынау қазақта мындай пікірлер келтіріліп жатыр. Мына жалпы қазақтың бұрынғы үйлену салт жорасы ол есеппен болған дейді. Ол пікірдің де енді жаны бар, есеппен, бірақ енді есептің есебі бар ғой. Бұрын қазақ ол есеп деген кезде ол рухани мәселені бірінші орынға қойған. Оның малын бірінші орынға қоймаған. Қазақ айтады ғой, көріп алған көріктіден көрмей алған тек артық дейді. Қатын алма қайын ал, жақсы көрер досын атын алма тайын ал дейді. Сонда бұл жерде рухани нәрсе есепке алынбай тұр. Бұл жерде жаңағы жас жігіттің қызметі барлығы, белгілі бір деңгейде жалақысы бар екендігі есепке алынып, қыздың шешесі тарапынан сондай бір мысалы қазақта бұрын қызды жеңге құртқан ғой. Қызды жеңге құртады, жеңгені теңге құртады дейді. Бұл жерде қыздың шешесі қызды тұрмысқа беруіне мүдделі болып тұр да. Соның бірінші кінәлі сол шешесі дейді. Екінші кінәлі ол ана портной дейді, тігінші дейді. Ол көйлекті сондай әдемі тіккен сондай дейді, мен ғашықпын деп қалдым дейді, мен алдануға түстім дейді. Шын мәніндегі мынау нәпсінің негізі қалаулары ол сұлулық, әдемілік. Үшінші дейді, бұл шаштараз дейді. Ол сондай ана қыздың дейді, шашын сондай сәнді қылып жасаған сондай, мен есімнен танып қалдым дейді. Төртінші сол парфюмерия дейді. Сіздер білесіздер, жаңағы парфюмер деген роман шыққан, атақты. Зюскин Патриктің. Сонда сіздер білесіздер, бұл иістің қандай рөл атқаратын. Иіс адамды есінен тандырады. Иіс ол эротикалық иіс, ол иіс адамның диктаторының өзінің алдында үнсіз қалуға итермелейтін иістер болады екен. Сонда мынау ең алғашқы иіс мәселесін бұл көне Египетте атақты жрицалар, яғни фараон әйелдер бірінші пайдаланған екен. Сондан бұл сол парфюмерияның да кінәсі бар дейді. Және ең бастысы дейді, ең бастысы кінәлі, осыған кінәлі сол айлы түндегі біздің қайықта серуеніміз дейді. Яғни романтикалық ахуал дейді. Шын мәніндегі бұл герой бәрін кінәлап тұр да, шын мәнінде бұл да нәпсінің көзімен сөйлеп отыр. Негізі шын мәніндегі ең бастысы ол өзі кінәлі оған. Ол жұрттың бәрін кінәлап отыр. Шешесі кінәлі. Бірақ енді бұл геройға бүйрегін бұратыны, оны жақсы көретінің, өйткені бұл шынын айтып отыр да. Яғни алданған адамның шындығы. Бұл шындықты қазақ баяғыда айтып кеткен. Қыз кезінде бәрі жақсы, жаман қатын қайдан шығады дейді. Яғни қыз кезінде бәрі жақсы, неге нәпсінің көзімен қарағанда бәрі жақсы қыздардың. Бірақ нәпсі ол өзінің тойған бетте неге ол жаңағы әйеліне деген көзқарас өзгеріп сала берді. Нәпсі қанағатты, шахуат қуаты қанағаттанған бетте нәпсі өзінің сол өліп өшкен объектісінен айнып шыға келеді екен. Күнде көрген бір беттен көңіл қайта. Міне осы мәселені Толстой жазып отыр. Осы нәпсінің алдауына түскен, сонда қысқаша айтқанда бұл Крейзи сонатасының негізгі лейтмотиві нәпсінің алдауына түскен адамның трагедиясы. Бұл негізінен сабақ болу керек бізге қазір. Енді жаңағы нәпсіні қайту дейсіз ғой. Қазіргі қазақ қоғамында ажырасудың көп болуы да осыған байланысты болуы мүмкін ғой сонда. Бірінші себеп осы. Өйткені шын мәніндегі жаңағы қаны қызып тұрған жас жігіт, нәпсісі мықты, атайлап демістік, қаныстық дейді ғой Мұхтар Мұғайынны аударған кезде. Жас адам, мас адам, ол айыра алмайды нәпсімен, жаңағы шын мәніндегі рухани байлықты айыра алмайды. Енді екінші бір мәселе, бұл жерде сіз байқайсыз ба, бұл адамның осы қызға ұрынуы, осындай қызға ұрынуы
ол жігіттің өзіне де байланысты. Сіз байқайсыз, оны жігіттің шығармасында айтады ғой, мен басында пәк таза едім дейді, кейіннен мен дейді достарым, ағамның достары мені бұзды дейді, мені публичный домға алып барды дейді. Сөйтіп мен дейді тән ләззатын татып үлгердім дейді. Сонда негізінен бұның да негізінің несі бар, өйткені шын мәніндегі тән ләззатын татып үйренген жігіт өзі пәк болмаған жігітке осындай бір жаңағыдай нәпсани қыз, нәпсінің қалауымен қызға үйленіп отырды. А егер ол жігіт егер өзінің рухани тазалығын сақтаған кезде дейді, Толстой айтады, ол рухани таза пәк қызға үйленуші еді дейді. Жақсы. Енді мына кітаптың басында эпиграф ретінде береді Энджелдің сөзін, кім әйелге құмарлықпен қарайтын болса, ол құрдымға кете берсін. Иә. Енді сол кезде қарап тұрсақ, крейцер санатасы батыстың қазіргі мына сексуалдық мәдениетіне бір сілтеме жасап отқан сияқты осындай дамитынында. Өйткені қазір кезде бір қараған кезде бір құрбандық ретінде нәпсілік көзбен осыны бір жаңағы жанашырлық емес, сондай көзқарасты бар екен байқап. Қоғамда бұл жалпы бар әсіресе. Жігіттер тарапынан. Осы мысалы нәпсілік көзқарасты қалай жеңуге болады? Бұл көзқарасты негізінен Сиддхартха Гаутама айтқан, Будда дейміз ғой, сол кісі айтқан. Адамның дейді, адамның бойындағы болатын, ер адамның бойындағы болатын бүкіл пәленің көзі деген бұл құмарлық деген. Және сол құмарлықтардың ішіндегі ең үлкені ол әйелге деген құмарлық дейді. Сонда әйелге деген құмарлығын тие алмаған еркек дейді, ол басты пәледен арылмайды дейді. Ол дейді, бейне бір дейді, енесінің желінен басын тартып ала алмайтын бұзау сияқты дейді. Тоқтамайды дейсіз ғой. Оны қазақша сиыр сау деген бар. Бұзауда келіп енесінің желініне берген кезде, ол енді еміп есіне бастаған кезде, ие бастаған кезде бұзау тартады ғой. Сол кезде бұзау 4 тағандап тұрып алады. Анау тәтті де уыз сүттен таңдайына татыған балшығынан басын ала алмайды да. Міне сол өзінің нәпсін тие алмаған адам дейді, тура сол бұзау сияқты дейді. Сондан оны Мәшһүр Жүсіп атамыз айтады ғой, өзінің ортаншы ұлы Мұхаммед Әминді өлтіріп кеткен кезде, бір жас қызға ара түсем деп 70-тегі шалға берейін деп жатқанда, сарттар жаңағы киллер жалдап бүйрегіне пышақ сұғып өлтіріп кетеді. Сонда жоқтау өлеңінде айтады ғой, ежелден ерге бейнет ұрғашыдан дейді. Міне сол 90 ауыз сөздің тобықтай түйінін айтып отыр. Жақсы. Енді мына осы крейцер санатасы әңгімесін қарайтын болсақ, зинақорлық деген мәселені төкеді. Тіпті қазіргі кезде зинақорлық деген нәрсе бір қалыпты түсінік сияқты қабылданып тұрғанда жасыр емес қой. Қазір ажырасулар, сот жүрістерде әсер жатқан болуы мүмкін. Енді тіпті оны қоймай қазіргі мына қазақтың бізден көшелері бар деп айтады, мысалы. Оны қоймай қазақтың қызын өздері шығарып, өздері соған баратын да қазақтың өзі азаматтары жасырмайды. Осы зинақорлықтың кесапаттары қандай? Ұрпақ тазалығында, тек тазалығының әсері қандай деп ойлайсыз? Мынау сіз білесіз бе, мынау бұрын қазақта ойнастан туған балаға бата бермейді екен. Өйткені оның ойнастан туған баланың әкесі белгісіз, оларды хан сайламайды. Сондан ана Шортанбай айтады ғой, арам сідік болған соң атасы бермес батасын дейді. Яғни харам, тыйым салынған нәрсе. Содан Құранда да бүкіл жерде айтылған ғой, ойнастың кесапаты туралы. Ол ойнастың ең бір нәрсесі, оның ең үлкен зияны қазіргі кезде көп қыздар байға шыға алмай жатыр. Сонда қазақта бір мақал бар екен, ойнасқа сенген қыз байсыз қалады дейді. Немесе ол ойнас әрине басында ыстық болады дейді, бірақ сонда не дейді, ойнас басында оттан да ыстық, соңында боқтан да сасық дейді. Сонда бұл адамның нәпсісін табиғатын айтып отыр да, сондан ойнасқа сенбеу керек. Адам өзінің адал жолмен өзінің шахауат қуатын, Мәшһүр айтады, бір адамдар бар дейді, жаңағыдай әйелді көрсе есі шығып кететіндер дейді. Ол дейді, ифрат дейді, тым артық дейді. Еркек деген би еді, етті көрсе ет деп айтады дейді. Ол тым артық, ол адам зұлымдық қалып келеді дейді, жамандыққа. Енді бір еркектер бар дейді, олар мүлдем әйелге жоламайды дейді. Ол тафрит дейді, тым кем дейді, ол да жаман дейді.
қазақ айтады, мына шіркіннің әйелге үйіршілігі жоқ па өзі деп. Енді осының ортасы бар дейді. Бұны қазақ әдепті адам деп айтады дейді. Ол өзінің шахуат қуатын шариғат белгілеп берген адал жолмен қанағаттандырады дейді. Сондан Жұматай айтады ғой, сүймесек те өп өтірік жөтеліп, сүймесек те кеудемізді көтеріп, қанша өмірде алдаймыз біз қыздарды. Сол үшін де қанша сәби жүр жылап дейді. Сондан ол оның жаңағы жауапсыз қатынастың, яғни некесіз қатынастың харамдығы сонда, онда жаңағы балалар әкесіз өседі. Ал Толстойдың негізгі идеясы былай. Ол айтып отыр, жан жануарлардың барлығы дейді, өзінің ұрғашын ұрықтандырғаннан кейін жыныстық қатынастан бас тартады дейді. Тек қана адам тойымсыз дейді. Адам да бас тарту керек дейді. Бұл дейді не дейді? Неге бұл жыныстық қатынас, бұл махаббат не үшін берілгенде? Мақсат негізі ұрпақ дейді. Ұрпақ бойға бітті ме, одан бас тарту керек дейді. Адамның дейді жауыздығы, адамның тойымсыздығы сонда дейді. Жақсы. Мұны сондан қазіргі кездегі адамдар неге азып кетіп жатыр дейді. Өйткені олар дейді, сол жыныстық қатынас, сол махаббат, ұрпақ үшін жаратылған махаббатты олар ұрпақты біту жолын бітеп қойып, оның жолын алдын ала алып дейді, оны тән ләззатының, рахаттың жолына қойды дейді. Адамдардың азғындауының бас себебі осы дейді. Толстой жазып отыр. Және дейді, мына әсіресе Толстой сол кездегі светское общество, мына бай мен бағландардың қоғамын әшкерелейді. Көшеде тәнін сатып тұрған дейді, қыздан дейді. Көшеде тәнін сатып тұрған дейді. Үлде мен бүлдеге оранған бар мақсаты өзінің тәнін сату, өзінің жыныстық қатынасын, жыныстық рахатын, ләззатын қанағаттандыратын жаңағы салонда жүрген бикештердің ешқандай айырмашылығы жоқ дейді. Екеуінің формалары ғана бөлек, бірақ ниеттері бір дейді. Енді және Толстой шығармашылығын шіркеу тарапынан өте қатты сынға ұшыраған. Енді біз қарап отырсақ, бұл негізі крейцер санасының жазылу мотиві бір әйелден келген хат, шынайы өмірде оқиға құрылған деп айтады. Енді сонда шіркеуде мынандай түсінік бар. Кәдімгі адамдар үйленсе де жалғыздықта өмір кешеді дейді. Қасында адам болса да. Енді шіркеуде мынандай түсінік бар, жалпы христиан дүниесінде неке деген көктей құйылады, тәңір қосқан жар болады. Кездейсоқтықтар ғана болады деген нәрсені айтады. Сонда екі адамның бұл қосылуында махаббат пен құмарлықтың бастапқы сатыда тұратынына, соны махаббатқа да ұласу мүмкін деген нәрселер айтылатынын байқаймыз. Осы крейцер санасы шығармасында. Енді сіз қалай ойлайсыз? Соны шынымен де қазіргі мысалы бізде де бар сияқты, үйленсе де жалғыз өзін сезетін. Ол Ғабит Мүсірепов айтқан ғой, кейбір адамдар бар дейді, бір көрпенің астында жатса да, өмір бойы ойдақ болып өтеді дейді. Неге? Өйткені олардың жандары үйлеспейді дейді. Осыны айтқым келеді. Жандары үйлеспейді дейді. Ал қазақ дейді, негізі өзінің әйелін таныстырғанда өте дәл таныстырады. Бұл менің жан жолдасым деп айтады. Яғни жанының жолдасы. Сонда адамдар бірінші жанындары жолдас болу керек. Сонда мәшһүр айтады, кейбір адамдар бар дейді, бір-бірін бұрын көрмесе де бір-біріне тартылып тұрады дейді. Неге дегенше, өйткені олардың жандары дейді, ғалам әр-рух дейді, рухтар әлемінде бұрын кездескен дейді. Кейбір адамдар бар дейді, ештеңе істемесе де содан адам бір-бірінен зәре ұшып тұрады. Ұнатпай тұрады дейді. Неге? Өйткені олардың жандары кездеспеген дейді, ғалам әр-рухта. Сонда адамдар айтады дейді, біртүрлі осы адамның жанын шошып тұр дейді. Сондан тең-теңмен, тезек қабымен деген негізгі мақалдың негізгі мағынасы рухани жақын жандары, тең адамдар, жандары ғалам әр-рухта кездескен адамдар негізі қосылу керек бір-біріне. Екі жарты бір бүтін деп соны айтады негізінен. Ал егер бір адамның рухани байлығына оның қосылған жарының рухани байлығы тең болмай қалса, ондай адамды қазақ жетім дейді. Әйелді де жетім деген. Сондан қазіргі кездегі негізгі жетімдік, ал енді ондай адамның әлбетте жетім адамдардың бір-біріне тең емес адамдардың төсектері көңілсіз болады. Төсектері көңілсіз отбасынан дұрыс бала дүниеге келмейді деп қазақ айтып отыр. Көңілсіз жұмыстан көтсіз бала туады деген де осы болып тұр. Осы болып тұр. Яғни бұл жерде жаңағы осы сөз, бұл жаңағы жыныстық мүшені білдірмейді, бұл рухани
рухани дәрежені білдіреді екен. Адамның көтсіз бала деп тұрғаны рухани жарымжан бала дүниеге келеді дейді. Неге? Өйткені бір-бірін сүймейтін адамдар қосылып отыр дейді. Олар жаңағы ерлі-зайыптылардың міндеті ретінде ғана төсек қатынасқа барады деп отыр. Ондай төсектен, ондай отбасынан рухани бай, жаңағыдай ұмтылып тұрған жігерлі бала дүниеге келмейді дейді. Тамаша. Жақсы, ендеше бүгінгі тамаша осы мәнді сұхбатыңызға рахмет айтамыз. Рахмет сізге де. Енді қадірлі көрермен, келесі біздің тақырыбымыз Достоевскийге арналады. Біз осы орыс әдебиетіне арналған циклымызды Достоевскийдің «Идиот» атты шығармасына арнаймыз. Егер осы шығарма бойынша талап тілектеріңіз болса, ұсыныстарыңыз болса, бізге хабарласыңыздар, комментарийлер жазыңыздар. Келесі кездескенше. Рахмет.